Тыныс алу жүйесінің анатомиясына келетін болсақ, яғни система респираториум келесі мүшелерден тұрады. Мұрын қуысы, кавитас нази, жұтқыншақтың мұрындық және де ауыздық бөліктері, парс оралис, парс назалис, фарингс, көмекей, ларингс, трахея, кеңірдек, бронхус принципиалис, декстер эт синистер, яғни оң басты және сол басты бронх, өкпе негізгі мүшесі ретінде, сонымен қатар терминальды бронхиолалар, сонымен қатар альвеолалы көпіршіктерден тұрады. Осы аталған құрылымдардың барлығы да тыныс алу жүйесіне қатысады. Осы жерде ақырғы, яғни альвеолалы көпіршіктерде газ алмасу жүретін болады капиллярлармен. Енді бірінші мұрын қуысынан бастаймыз. Жалпы мұрын аймағы регионазалис 2 бөліктен тұратын болады. Сыртқы мұрыннан топографиялық орналасуына қарай және де мұрын қуысы кавитас назидан тұрады. Сыртқы мұрын нази экстерни мұрын түбірінен тұратын болады және де мұрын ұшынан және мұрын денесінен тұрады. Сонымен қатар оның бізде қырын ажыратамыз, дорзум нази. Сонымен қатар екі жұп, яғни қанатын ажыратамыз, алия назиді. Сыртқы мұрынның қабырғалары негізінен сүйектік бөліктен және де шеміршекті бөліктен тұрады. Сүйекті бөлігіне мұрын сүйегі, ос назалис және де жоғарғы жақ сүйектің маңдайлық өсіндісінен тұратын болады. Процессус фронталис ос максили. Ал сонымен қатар шеміршекті бөлігін ажыратамыз. Шеміршекті бөлігі келесідей шеміршектерден тұрады. Бірінші шеміршек бұл мұрынның латеральды шеміршегі, картиляго нази латералис. Сыртқы пішіні жағынан үш бұрыш пішіндес шеміршек болып келеді. Жалпы мұрын сүйегінен төмен қарай орналасады және мұрынның бүйір қабырғасын құрайтын жұп болып келеді. Шеміршек алдыңғы қыр арқылы өзара бірігеді де мұрын қырын түзеді және де әрі қарай мына төменгі жағында латеральды қанаттың шеміршегімен, үлкен шеміршекпен байланысатын болады. Қанаттың латеральды үлкен шеміршегі мұрынның латеральды шеміршектерін құрайтын болады. Ол қанаттың қабырғасын құрайды және де мына сыртқы жаңа танау тесігін құрауға қатысатын болады, наресті. Қанаттың кіші шеміршегі картиляга алярис минор, ол қанаттың үлкен шеміршегінің артқы қапталында орналасатын кішкентай, шамамен саны 2-3-ге жететін шеміршектер болып табылады. Сонымен қатар латеральды және де үлкен қанат шеміршектердің аралығында картиляга назалис акцессорий қосымша шеміршек аты ажыратамыз. Сонымен қатар мұрын қуысының аралық шеміршегін ажыратамыз, картиляго септинази. Ол сыртқы пішіні жағынан көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрыш тәрізден келетін шеміршек болып табылады. Және де шеміршектің жоғары және артқы қапталы торлы сүйектің перпендикулярлы табақшасы лямина перпендикуляриспен шектесетін болады. Осы бөлікті, яғни біз сыртқы мұрынға жатқызамыз жалпы. Келесі енді мұрын қуысы кавитас нази. Сыртқы мұрын мен бет сүйектер аралығында шектесетін болады. Мұрын қуысы бізде кіреберіс бөлігіне, мына бөлікті вестибулем назалис деп атаймыз. Және де меншікті мұрын қуысы кавитас нази проприяға бөлінеді. Вестибулем назалис меншікті бөліктен лимен нази, яғни мынау бөлік лимен нази мұрынның қуысының босағасы деп атаймыз, осымен шектеледі. Және мұрын қуысында, мұрын кіреберісінде тері бездері болады, шаштары болады және де вибристер болады. Енді меншікті мұрын қуысы кавитас нази проприя қабырғалары сыртқы мұрын және де бет сүйектерінен тұратын болады. Жоғары қабырғасын, төменгі қабырғасын, сонымен қатар аралық қабырғасын және де латеральды қабырғаларын ажыратамыз. Енді
жоғары қабырғасы. Сыртқы мұрынның ол латеральды шеміршегінен құралатын болады. Сонымен қатар мұрын сүйегінің өзінен құралады және торлы сүйектің торлы табағы лямина криброзадан құралатын болады. Сонымен қатар сына сүйегінің мына жерде денесі жатады. Сол сына сүйегінің денесі корпус оси сфеноидалистен тұратын болады. Келесі енді төменгі қабырғасы қатты таңдай, палеатум дурум және жұмсақ таңдай. Мына жақ қатты қарай палатум молиден тұратын болады. Келесі оның бүйір қабырғасы, яғни латеральды қабырғасы. Сыртқы мұрынның латеральды шеміршегінен, мінекей мына шеміршектен тұрады тағы. Сонымен қатар жоғарғы жақ сүйектің мұрындық бетінен тұрады. Енді мынау жақ сүйектің сагитальды кесінісі болғандықтан бұл жерден көріне қоймайды. Сонымен қатар торлы сүйектің лабиринтінен тұрады. Мінекей мынау торлы сүйек болатын болса, осының ішінде тесік-тесік лабириттер ажыратады. Вот сол лабириттен тұратын болады. Сонымен қатар мына көз шарасына біз көреміз көз жасы сүйегі, яғни ослакрималисті көруімізге болады. Содан тұрады. Жалпы осы аталған аймақтар мұрын қуысының бүйір қабырғасын құрайды. Осы мұрын қуысының бүйір қабырғасында біз сүйектерді өткен кезде естеріңізде болса, 3 конха назалис superior, конха назалис medius, конха назалис inferior деп аталатын 3 қалқаны бөліп қарастырған болатынбыз. Осы қалқалардың аралығында енді 3 мұрынның өту жолы жатады. Соның ішінде бірінші мұрынның жоғары өту жолы, мінекей мынау meatus nazi superior, ол жоғарғы және де ортаңғы мұрын қалқаларының аралығында орналасқандығын көріп тұрмыз. Бұл мұрын жолы сына тәрізді сүйектің қойнауы, яғни sinus sphenoidalis, және де артқы торлы ұяшық cellula ethmoidalis posteriorмен байланысатын болып табылады. Келесі ортаңғы мұрын жолы meatus nazi medius, бұл ортаңғы және төменгі мұрын қалқасының аралығында орналасатын болады, және де бұл мұрын жолы маңдай қойнауымен шектесетін болады. Сонымен қатар жоғарғы жақ сүйек қойнауы sinus maxillarisмен шектеседі, бірақ та мынау также бізде сагитальды көрініс болғандықтан бұл жерден жоғарғы жақ сүйек қойнауы көрінбейтін болады. Және төменгі мұрын жолы meatus nazi inferior, бұл төменгі мұрын қалқаны мен таңдайдың аралығында жататын болады. Бұл мұрын жолына мұрынның көз жасы өзегі, мінекей былай қарай негізінен мұрынның көз жасы өзегі шығатын болады. Вот сол көз жасы өзегі canalис nasolacrimalis ашылатын болады. Сонымен қатар әрі қарай бұл таңдайға күрек тісті өзек canalис incisivus арқылы ауыз қуысымен байланысатын болады. Осындай бүйір қабырғасында 3 мұрынның өту жолын ажыратамыз. Келесі аралық қабырғасын ажыратуымызға болады. Сонымен қатар бұл аралық қабырғасында мінекей мына жерлерден бізде желбезек сүйекті ажыратамыз. Вомер ретінде. Сонымен қатар картилягия септинази осы бізде аралық қабатты құрайтын болады. Сонымен қатар мұрынның шырышты қабықшасы бұл дамыған болып келеді. Шырышты бездерге бай болып келеді. Сонымен қатар оның жоғарғы жағын меншікті мұрын қуысының regio-olfactoria деп атайды, яғни бұл тыныс алу рецепторлары осы жерде орналасатын болады. Ал рецепторлар жайлы сіздер неврологияда және де физиология пәнінде толығырақ танысасыздар.
ал төменгі бөлігін региореспиратория деп атаймыз. Яғни бұл тыныс алуға қатысатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай ортаңғы және де төменгі өту жолдарынан ауа, яғни жұтқыншаққа қарай кететін болады. Әрі қарай мұрын қуысы хлоанат есігі арқылы, мінекей мынау хлоанат есігі, осы арқылы жұтқыншақпен байланысады. Жұтқыншақтың жалпы құрылыс тыныс алуға да қатысады, бірақ та оның құрылысы ас қорыту жүйесінде баяндалғандықтан тыныс алу жүйесінде айтылмайды. Назарларыңызға рахмет.